Сонда маған қой берейін деп тұрсың ба сонда? Иә, сізге деген қойды деген қалай айтасың? От скрепки до машины номер 7 бөлім. Бұл бөлімді бастамас бұрын қазір қолымда қандай заттар бар екенін бір шолып өтейін. Ол монитор, телевизор, Дастан Сатпаевтың қолы бар флаг, Ray-Ban Meta очки және 3 барбершоптың сертификаты. Осы заттармен номер 7 бөлімге кірдім. Және бұл бөлім өте ерекше болды, өзгеше ауыстырымдар болды. Бірінші 7 бөлімнің бірінші ауыстырымын қаладағы өте популярный магазинға барып, өзіміздің ұсынысымызды айтып, ауыстырым жасауға тырысып көрдік. Ал бірге көрейік. Так, міне қазір Оралдағы популярный болып жатқан Технорайдың алдына келіп тұрмыз. Қазір ішіне кірейік. Былай алғанда внезапно қазір кіреміз де жаңа өзіміздің заттарымызды ұсынамыз. Кеттік, бірге кіріп көрейік. Так. Мында администратормен қалай жолы болады екен? Мында дедім. Міне екен. Келе жатыр екен. Қазір администратор келе жатыр екен. Администратормен сөйлесейік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Мына қолым занят болып жатыр. Бізде видео түсіріп. Сізге мешать жасап жатқан жоқпын ба? Иә. Мына жерде клиенттарыңыз бар екен, кішкене әрірек тұрамыз ба? Мешать етпей. Мен бір предложениемен келіп тұрғам мен сізге. Мен өзім Оралда жүріп, от скрепки до машины деген бір проект бастағам. Скрепкадан бастадым, содан жаңағы машинаға дейін жетуім керек қой енді. Осылай ауыстырым жасап жатырмын. Енді қазір қолымда 4 сатым бар, 4 сатым. Оның біреуі мына монитор, телевизор, 70 мың тұратын новый телевизор деп берді, бір Замир деген шоумен жігіт. Және де мына флаг, Дастан Сатпаевтың қолы бар. Сізге микрофон беріп қойыншы, өзімде микрофон бар екен ғой. И 3 жаңағы барбершоптың сертификаты болды. Оны бірақта уже біреу қазір забивать етіп, ауыстырым жасап тастады оны. Ауыстырып жатсыздар. Иә. Содан кейін жаңағы Ray-Ban очки бар, 250 мың. Мынау бір скрепкадан уже 4 нәрсе бар сізде, да? Иә, жаңа 250 мың заты бар, Ray-Ban очки мынау бар, Дастан Сатпаевтың флагы бар, и жаңағы сертификат бар. Енді сол сіздің магазиніңіз қазір хит болып жатқасын, енді сізге келіп жатқан ғой, бір ауыстырым жасайық. Оралдың бір жаңа бастап жатқан блогермен ауыстыратын бірдеңе болса қолдап жіберіңіз, ауыстырайық. Мынау монитор. Мынау 70 деген екен, да? Иә, мынау деген бір жігіт, мынау енді ешқандай царапина емес, мынау просто кетеді ғой мына, ешіп жіберу керек. Мынау Дастан Сатпаевтың қолы бар флаг. Енді қазір Дастан Сатпаев Челсиға кетіп қалды, бұл флаг деген енді қымбат болып кетті. Бұған 100 мың деген баға қойып қойдым. Маған 100 мың. Иә, мынау 100 мың деп қойдым. Өзіңіз 100 мың деп бағалап тұрсыз. Иә, өйткені Сатпаев деген қазір енді өзіңіз білесіз ғой, мына Сатпаевтың қолын алу қазір қалай екенін. Иә, мынаны 70 мың деп берді блогер өзі. Ана машинамда Ray-Ban жатыр, 250 мыңды қазір. Сонымен ауыстырым жасап жатырмын. Енді сіз үлкен магазинсіз Оралдағы. Постоянно көріп жүреміз. Сол енді сізге де келіп жатқанымыз бар. Бір ауыстырым болса қарап көрейік ал. Қарап көрейік? Бола ма? Болады. Ал қарап жүріңіздер. Енді біздің дүкенімізде, енді бізде Орал бойынша ең арзан дүкеніміз ғой, сондықтан да білемін, бізде 100 мыңға ондай ештеңе жоқ. 100 мыңға даже бізде ең қымбат деген нәрсеміздің өзі бір 60 мың теңге тұратын шығар. Новый, да? Иә, 60 мың теңге тұратын шығар. Мен білмеймін сізге не берерімді, не ұсынарымды білмей тұрмын қазір. Так, 60 мың теңге тұрады дейсіз ба? Мынау менде 70 мың тұрады енді. Не зат енді сіздер примерно ұсына аласыз? Так, көрсетейін? Көрсетейін, ал көрейік бірге. Мына бір қызық не болайын деп тұр енді. Сонда мына магазиннің өзінде 100 мыңға 70 мыңнан жоғары заттар болмай тұр ма? Қалай сонда? До такой степени арзан магазин болып тұр ма сонда? Жоқ. Бергейші. Көптен мына телевизор енді көптен бері жүр ғой, мүмкін ауыстырып жіберерміз осы телевизорға.
А? Да? Так, ал біз былай істейік қараңыз. Мәссаған. Мына колонка, Аха. мынау енді өте мықты колонка. Мгм. Енді мықты колонкалардың бірі. Енді бұдан да күштілер бар. Мынау енді былай күшті тоже. Мгм. Так, бұл колонка енді қараңыз. Бұны біз сізге берейік. Бергенде ауыстырымсыз ба? Ауыстырымсыз. Как қолдау ретінде Қолдау добавок. ретінде. Иә, біздің дүкеніміздің атынан бұл каналыңыздың аты қандай? Каналдың қоясыз аты, ба? иә, YouTube канал и Instagram екеуін бірге жүргіземін. Так, біздің дүкеніміздің атынан міне осындай кісі так, осылай еңбектеніп, осылай жұмыс істеп бастап жатыр екен. Біздің Технорай дүкеніміздің атынан дәл осындай колонка. Қараңыздар. Қанша тұрады бұл? Бұл колонканың бағасы, қателеспесем, 33 мың теңге болу керек. 33 мың теңге тұрады, да? Аха. Енді басқа дүкендерде қымбат болуы мүмкін, но енді арзан, біз енді арзан дүкен ғой, Орал бойынша енді бағасы 33 мың теңге. Иә. Мынауыңыз енді Просто қараңыз, мен сізге мынаған ауыстыратын бізде ештеңе жоқ. Дүкен данный момент. Бізде өзіміз ештеңе бере алмай тұрық қой енді сізге ауыстырымға. Иә. Ну, қараңыз енді, бұл жерде енді былай алғанда, бұл Технорай магазині былай алғанда мені қолдап отыр ғой. Қолдап 33 мыңның колонкасын беріп жатыр. Ал онда достар, көрдіңіздер, Технорай қолдап затын берді. Осы мен енді ауыстырым болды деп те айтуға болады. Біз ары қарай жүреміз. 33 мыңның колонкасымен кетіп барадық. Ал рахмет онда. Осы жерден жүреміз ал ары қарай. Ал міне көрдіңіздер, Технорай менен керемет коллаборация болды. Өздеріңіз байқағаныңыздай, мен мына 3 сертификатты барбершоптың айтқан жоқпын, оларға берген де жоқпын. Өйткені бұл 3 сертификатты мен мынандай қылып ауыстырым жасап жібердім. Қарайық. Бір қызық ситуация болып тұр. Микрофон берейін саған. Жаңа қаладан үйге қарай келе жатыр едім. Сыртта жаңбыр жауып тұр, жаңбыр жауып жаңа басылып жатыр. Мына 3 жігіт жолда тұр екен. Үй жаққа баратқасын 3 жігітті салып алдым. И жолдан келе жатқанда жаңа осы өзімнің ауыстыруым бар, осындай видео түсірем деп айтып едім. Бұл жігіттер айтады, давай онда көрейік, бір ауыстырым жасап көрейік деп. И моментально осы жерден жол бойынан кәдімгі тоқтадым міне осы жерге. Енді қазір бұл жігіттермен детально сөйлесіп көрейін деп жатырмын. Не бар екен бұларды ауыстыратын, и менің заттарымды предлагать етіп көремін. Филипп Патек? Филипп. Патек қомы, Филипп Патек қомы. Қаншаның сағаты мұны? 15 мың. 15 мың тұрады, да? Несі бар ма? Коробкасы, я болмаса жаңағы ценасы. Коробкасы жоқ бұрын. Қашан алынған сағат? Ұмытып қалдым, подарочный сағат қой. Подарочный, да? Примерно қанша тұрады дедің? Примерно 15 мың тұрады, да? 15 мың. 15 мыңға мен де 3 сертификаттың тек біреуін бере аламын, тек ауыстырсам. Мынау енді, мен енді қалай болғанда да алға жүре беруім керек қой. 15 мыңның сағатына, міне 15 мыңның сағатына бір сертификатты ауыстыруға болатын. 10 мыңның сертификатын. Ал давай онда ауыстырайық. Ал міне, жігіттер, қыздар, достар, міне ауыстырым болды, көрдіңіздер ме? Ойда жоқта, жаңбыр кезінде подбирать етіп алған балдарменен видео жасап жібердік қой. Міне, сағатқа бір сертификатты ауыстырып жібердім. Ал достар, міне, жаңа звондаған Алиханға келіп тұрмын. Бұл жігіт енді өзі маған жазып, жаңа қолдаймын деп қолдау білдіріп жатыр ғой. Енді Алихан көп сөз сөйлеудің керегі жоқ. Саған енді не зат бар екенін де айтудың керегі жоқ шығар. Сен енді өзің айтуың бойынша бүкіл менің выпусктарым қарап жүрсің. Енді өзің айтқандай міне 2 барбершоптың сертификаты 20 мың теңгенің. Әкеліп тұрмын, ал не бар? Ассалаумалейкум достар. Мен Болат Мұраттың YouTube проектісі, яғни көріп қадағалап жүргеніме нормально уақыт болып қалды. Сол қолдау мақсатында өзімде Рион дүкенінің атынан сағат пен парфюм сертификатқа мен ұсыныс жасаған болатынмын, соны қабылдап кездесіп. Негізі бұл жерде айта кетейік, бұл жігіттің Рион дүкені қазір жабылып қалды да, негізі. Жабылып қалды. И сосын мына заттары бұның үйінде тұрып қалған екен. Үйінде тұрған, и содан кейін босқа тұрмасын деп, менің видеоларымды көріп жүргесін бір қолдап жіберейін деп өзі шақырып жатыр ал. Бұның өзі бұндай болған жоқ, бұндай. Өзі шақырып, обмен жасаған уақыттар болған жоқ. Бірінші рет.
ал не болды сенде енді? менде жалпы осындай люкс сағат қой, сағат пен парфюм осындай обменге ұсынған болатын. Қарап, көріп. Так, мынау Tissot сағаты да? Иә. Там коробкасымен бәрімен тұр екен. Мынандай сағат Tissot. Мынау қанша тұрады примерно? Примерно 15 мың тұрады ғой. 15 мың, да? Новый ма, да? Новый, иә. Запечатанный барлы, как положено. Дальше обменге жаңағыдай контент болсын деп қой. Мынау керемет, мынау любой. А мынау? Сосын парфюм жаңағыдай. Тоже андай. Қымбат екеуі де оригинал емес, но енді жаңағыдай. Қандай 20 парфюм? сон шамасына деп. Кирке ғой. Кирке, да? Кирке, иә. Унисекс. Ерлерге де әйелдерге. Қанша тұрады бұл? Бұл 7,5 тұрады. 7,500. Так, сонда қараңыз. Мынау 15 мың, мынау 7,500. 22,500. 22,500-ге мен екі сертификат берем. Біреуі 10 мыңнан, ішінде міне бесплатная стрижка, маска, шугаринг, налдайды тағы. Массаж кіреді. Төртеуі кіреді міне. Біреуі 10 мыңнан, екі сертификат 20 мыңға. Ал осымен міне ауыстырым болды. Кімге сағат пенен парфюм екеуі бірге керек, жазыңыздар маған, барам ауыстырым жасаймыз. Ал осымен Алихан, рахмет, керемет ауыстырым болды. Осылай міне 3 сертификат кетті. Енді мына бір ауыстырымды қараңыздар. Мынау бір необычный, сондай бір экстраординарный, өзім де таңғалысымды жасыра алмаған бір ауыстырым болды. Міне қараңыз. Ал достар, біздер тағы бір ауыстырым жасайын деп келіп тұрық. Мына жерде біздің өзіміздің үй жақтың жігіті Ереке өзі жаңа ұсыныс тастап мені шақырып, үйде отырған кезімнен мені шақырып өзінің үйінің қасына міне арт жаққа қора жағына шақырып тұр ал. Бұл бір интрига. Неге мына қораның қасына келіп тұр? Ол да интрига. Ал міне Ереке, өзің енді шақырғасын мен келіп тұрмын енді. Сен енді өзің менің видеоларымды көріп жүрмін дейсің. Соған енді қарап өзің бір шақырып жатсың ғой. Қандай себеп ол? Сіздің видеоларыңызды YouTube каналдан бәрін көрем. Сізге мына ауыстырып жүрген затыңызға өзім ерекше бір ұсыныс тастағым келіп тұр. Ерекше дейсіз да? Ерекше. Онда былай істейік, сенің ұсынысыңды бірінші көрмес бұрын да, мен өзімнің заттарымды бір көрсетіп жіберейін саған. Не екен? Содан кейін уже ары қарай жалғастырайық. Мына мен постоянно өзіммен бірге жүреді заттарым. Любой уақытта, любой жерде ауыстырып жіберуге арналған ғой енді. Міне, заттарым қара. Мынау монитор телевизор 70 мыңдікі. Мынау Ray-Ban очки 250 мыңның. Мынау кеше ғана осы ауыстырып алған Рион магазинінің несі, ішінде сағат пен парфюм бар. Мынау колонка, Техно Ray деген магазин берген колонка. И осы кеше бір жігітпен тоже сағат ауыстырып жібердім, 15 мың сағат деп берді. Осы заттарменен ауыстырып жүрмін қазір міне. Бәрінің өзінің бағалары бар. Егер бір ұсынысың болса, давай ал. Сізден деген енді осы колонканы алайын. Сізге менен ұсыныс бір қой. Бір қой? Иә. Бір қой? Осыға өзімнің ұсынысым. Мынау вообще қызық болды ғой. Бәсе, неге мына қораның артына шақырып тұр деп қоямыз. Қораны бір көрсетші міне. Қораға кіріңіздер. Қой қорада ма? Қорада. Ал кеттік, қойын көрейік ал. Саған достар көріңіз қазір, қораның ішіне кіріп көреміз ал. Мынау бір нереальный бір ұсыныс болып жатыр. Қайсы қойлар? Мына осы жерде қойым бар, ішінен өзіңізге ұнаған таңдап аласыз. Мәссә, мына қара қойларды қара. Ал сонда мынаның бағалары примерно, жаңа сен менің енді колонкамды көріп тұрсың ғой. Колонка деген примерно 40 мыңның колонкасы ол. Мен енді сенен мысалы қойды таңдағанда қандай қой таңдай аламын? Қаншаның примерно қойы? Мына жерде ең кішісінің өзінің ценасы деген 70 мың тұрады ғой. 70 мың. Ең арзаны. Ең қымбаты 100 мың, 120 мың арасында. Ну давай онда ары қарай үлкен қылып созбай ақ қояйық да. 70 мыңның қойын таңдайын осы жерден. 70 мыңның. Да? Мынау енді қазір мысалы менің ауыстыратын адамым да, ертең мына қоймен ауыстырады ғой. Ол кезге дейін мына қойлар өтіп те кетуі мүмкін. Постоянно кетіп тұрады қойың да сенде да? Постоянно тұрады, иә. Постоянно кетіп тұрады. Өтіп кетсе артынан тағы көреміз. Иә. Онда достар қараңыз. Міне бір қоймен ауыстырым болды. Бір қоймен колонкаға қоймен башына баш ауыстырып жіберіп жатыр. 70 мыңның қойы. Кім ауыстырым жасайды менімен да. Келеді де, осы жерден келеді де, адресін бәрін жазып қоямыз.
менімен ауыстырым жасаған кісіге мен даже контактын бәрін беремін бұл кісіге. Келесіде осы жерден келіп 70 мыңның бір қойын алып кетесіз. Спокойно келесіде менімен ауыстырым жасаған адам. Енді ол қойды 70 мыңның қойын мен одан жоғары бір затқа ауыстырамын. Мына ал мына қараңыз, нереальный ауыстырым мынау деген. Мына қой ерекеңмен міне ауыстырым жасап шығардық. Осы жерден онда закрепим, қойға колонка ауыстырып жіберіп жатырмық міне. Аха. Иә. Мына колонканы осы жерден бере сал, сразу өзінің қолына берейін. Мынау Технорей магазинінің берген колонкасы. Осы колонкаға бір қойды ауыстырып жіберіп жатырмық. Иә. Енді мына колонка 40 мыңның колонкасы. Бұл жігіт менің мына үй жақтан кәдімгі қолдап өзі необычный дүние ұсынып жатыр ғой маған. Қойға бұрын соңды ауыстырым болған жоқ. Сосын өзім кәдімгі ризашылығымды білдіріп, кеше міне жолдан ауыстырып алған бір жігіттің сағаты бар еді, 15 мыңға берген. Осыны да бірге ұсынып жіберіп жатырмын. Өйткені қой өте қымбат дүние қазір. Қой керек дүние адамдарға. Сол себептен 40 мың аздау болып қалмасын деп, еще міне сағатты да бірге қосып жіберіп жатырмын. 15 мыңның сағаты мынау. Иә, міне саған тоже. Сонда міне қараңыз, 40 мың, 15 мың, 55 мыңның затына бір қойды ауыстырып жіберіп жатырмын. 70 мыңның қойын. Кімге қой керек, маған жазасыздар, келіп қойды ары қарай басқа бір демеге ауыстырып жібереміз. Ал құтты болсын. Иә. Қойыңыз. Ал осымен достар, номер 7-ші выпускымыз аяқталды. 7-ші выпусктан кейін мендегі бар заттар монитор, телевизор, Дастан Сатпаевтың қолы бар флаг, бір қой 70 мың теңге тұрады. Және де Рион магазинінің жаңағы комплектісі, ішінде парфюм менен жаңағы сағат бар. И Ray-Ban очки 250 мың тұрады. Общий бәріне бір ауыстырам дейтіндер жазыңыздар, әлде бір-бірлеп ауыстырам дейтіндер болса да жазыңыздар, барамыз любой жерге ауыстырым жасаймыз. Осымен 7-ші выпуск аяқталды. Келесі кездескенше дейін коммент, лайк, шер, подписка жасап қойыңыздар. Келесі выпуск бұдан да қызық болады.